Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, үгілмелі, ауызда еритін штрезельмен дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Бірақ мен бұны кекс ретінде жасадым. Міндетті түрде жасаңыздар және де менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен штрезель дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға қантымызды, ерітілген сары май қосамыз да араластырамыз. Одан соң үстіне електен өткізілген ұнымызды төменге видеоның астына рецепті жазып қалдырамын. Барлығын араластырып, үстіне үгітілген грек жаңғағын қосамыз. Одан соң 1 шай қасық какао қосып араластырамыз. Какаоның орнына 1 шай қасық корица қосаңыздар да болады. Барлығын араластырамыз. Штрезель дайын. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы жұмыртқамызды қосамыз. Оның үстіне шекер қосамыз да араластырамыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Сары маймен де шедевр майы, яғни 72%. Үстіне қаймақ қосамыз. 20% кез келген қаймақ жылы күйінде қосамыз да араластырамыз. Ең соңында електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Аз-аздан қосамыз алдымен. Одан соң үстіне разрыхлителімізді қосамыз. Араластырамыз да ұнымыздың қалған бөлігін қосамыз. Араластырамыз да қамырымыз дайын. Сәл қою консистенциясы қамыр шығады. Формамызға пергамент қағазын кигізіп, менде осындай кішігірім форма. Ең алдымен осында қамырымызды бір қабат етіп төгіп аламыз да үстінен штрезелімізді сеуіп шығамыз. Егерде формасы үлкен формаға жасағыларыңыз келсе, қамырдың рецептін тағы да бірге көбейтіп жасаймыз. Қамырымыздың қалған бөлігін қосып, штрезеліміздің қалған бөлігін бетіне сеуіп шығамыз. Осылай жерге ұрғылап жіберіңіздер, қамыры біркелкі болу үшін. Өте дәмді болады. Видеода көріп отқандарыңыздай өте үгілмелі болып шығады. Мінекей, енді 180 градуста 30-35 минутта пісіп аламыз. Ортасын шпажкамен тексереміз, құрғақ болу керек. Дайын болды, қыздар, өте дәмді. Қараңыздар, үгілмелі, нәзік пирог ретінде жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа жылдық дастарханымның рецепттерімен, әртүрлі салаттардың рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Барлықтарыңызға ас болсын.